Мінекей дүкен ішінде тұр. Маскасыз тұр. Смак дүкен ішінде. Мен сыртынан түсіріп тұрмын. Маскасыз тұр олар. Мінекей адамдар осылай маскасы жүр. Жаңа біреу мүлде маскасы болған. Мінекей маскасы жүр. Мінекей мүлде маскасы тұр. Оларға қызмет көрсетіліп жатыр. Мінекей адамдар мүлде маскасы тұр, оларға қызмет көрсетіліп жатыр. Маған қызмет көрсетілмеді. Көріп тұрсыздар, жаңа маскасы тағы да шықты. Мінекей осындай жағдай бізге Кереку қаласында. Яғни маған мұнда осы смак дүкенінде қызмет көрсетілмеді. Қазақша сөйлегенім үшін. Мінекей смак дүкені. Всегда горячий кофе. Так. Мінекей смак дүкені. Мінекей осындай масқара. Жаңа көрдіңіздер, мен сыртынан да түсіріп алдым, ішінен де түсіріп алдым. Адамдарды маскасыз қызмет көрсетіп отыр адамдарға. Маған айыппұл салып жатыр. Тек қана қазақ тілім үшін айыппұл салып жатыр. Осындай масқара болып жатырмыз біз Кереку қаласында. Ысқақов әкімнің, прокуратураның барлығының қазақ тілін жоғалтпаудың арқасында солай болып жатырмыз.